Назарларыңызға граф Монте-Кристо фильміне қысқаша мазмұндама. Жас теңізші Эдмон Дантес әділ, адал жігіт еді. Ол сүйгені Мерседеспен үйленуге дайындалып жүргенде, оны қызғанған досы Фернан, мансапқор прокурор Вильфор және тағы біреулер жалған айыппен сатқын деп түрмеге жібереді. Эдмон Ив бекінісіндегі ауыр түрмеге түседі. Түрмеде ол ақылды Аббат Ферранмен танысып, одан білім алады. Аббат оған Монте-Кристо аралындағы алып қазына туралы айтады. Аббат өлген соң Эдмон Ивтан қашып, теңізге түсіп құтылады. Кейін қазынаны тауып, өте бай, құпия адам граф Монте-Кристоға айналады. Байлық пен ақылын пайдаланып, Эдмон өзін сатқандардың өміріне кіріп, олардың әрқайсынан әділ кек алады. Біреуінің жемқорлығын ашады, біреуінің опасыздығын дәлелдейді. Ақыры ол әділет орнатып, өткенін артқа қалдырып, жаңа өмірге қадам басады.